Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге қияр қосылып жасалынатын қысқа арналған салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға қиярымызды салып, үстінен су құйып қоямыз. Ішіндегі селитрасы мен сыртындағы кірі езілу үшін. Қызанағымызды тазалап жуып аламыз. Менде 5 дана осындай сарымсағымызды тазалап ашып аламыз. Қызыл болгар бұрышымыз бен көк болгар бұрышын жуып тазалап алдым. Егер сіздерде тек қана қызыл болгар бұрышы болса, ол да бола береді. Тек қана көк болгар бұрышы болса, ол да бола береді. Мен екеуін де араластырып істедім. Қызыл болгар бұрышы мен көк болгар бұрышын дәл осылай жұқалап турап аламыз. Мен көрсеткендей етіп турап шығасыздар. Мен турап алдық. Грамдарын описание қалдырып кетемін. Қызанағымызды тазалап жуып алып, 4-5 бөлікке осылай бөліп алдым. Бұны ет жегіштен өткіземіз. Қызыл ащы бұрышымызда дәл осы 2 дананы да қосып, қызанақпен қосып ет жегіштен өткізіп алдым. Енді қиярымызды тазалап жуып, дәл мен көрсеткендей етіп турап аласыздар. Бұдан қатты жұқағып турап жібермеңіздер, қайнап піскен кезде езіліп кетуі мүмкін. Сол себепті кішкене қалыңдау етіп турай беріңіздер. Міне көрсеткендей қараңыздар. Алдын ала қақпағымызды 15 минут суда қайнатып аламыз, және де банкымызды су парында 15 минуттан, әрбір банкыны 15 минуттан қайнатып аламыз, микробын өлтіру үшін. Енді ыдысымызды отқа қойып, үстіне шегіп алған қызанағымызды құямыз. Үстіне жаңағы турап алған қызыл болгар мен көк болгар бұрышымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз да, қатты отқа қойып, қайнаған соң, жай қайнайтындай етіп, жай отқа қоямыз. 15 минут қайнатып аламыз. Сағатқа қарап отырыңыздар. 15 минут қайнаған соң, міне көріп тұрған үстінен тұзымызды саламыз. Құмшекерімізді саламыз. Араластырамыз. Он 15 минут қайнаған соң, турап алған алдын ала қиярымызды саламыз үстінен. Қиярларыңыз көбейіп кетсе қорықпаңыздар, себебі қазір қайнаған соң қиярымыз кішірейеді. Араластырып аламыз, жақсылап аралассын. Қиярларыңыз бетінде қалып кетпеу керек. Жақсылап бір келкі араласқанша осылай араластырып аламыз. Араластырып болған соң бетіне сұйық майымызды құямыз және қара бұрышымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Грамдарын төменге қалдырып кетемін. 15 минут қайнатып аламыз жай отта. Қатты қайнап кетпесін, бақылап отырыңыздар. 15 минут қайнау керек жай отта. Қиярымыздың түсі өзгереді піскен кезінде. Бір бума укропымыз бен бір бума петрушка. Бір шеттерде кенза деп айтады, бізде петрушка дейді. Укроп пен петрушкамызды осылай турап аламыз, майдалап. Содан соң сарымсағымызды дәл мен көрсеткендей етіп турап аласыздар. Ет жегіштен өткізбейсіздер.
барлық сарымсағымызды осылай турап алып, жаңағы турап алған укроп пен кинзаны саламыз. Үстінен сарымсағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң 10 минутқа тағы қайнатамыз. Пәс отта қайнады, дайын болды біздің салатымыз. Енді банкімізге саламыз. Істеп көріңіздер, өте дәмді салат. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, каналым одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, лүпіліңізді баса кетіңіз. Және де барлығын жауып болған соң, банкымызды төмен қаратып, жылы одеялмен, жылы шашықпен осылай орап қоямыз. Істеп көріңіздер, өте дәмді салат.